Сәлем баршаға. Бүгін біз сіздермен кезекті момент импульсіне қатысты есеп шығаратын боламыз. Бұл есеп біздің шығарған есепке ұқсайды бұған дейін. Ендеше кеттік, айырмашылық қандай? Бізде мына жақта массасы м2 дейтін құмға толы қапшық бар. Оны h биіктіктен лақтырады екен, осындай бір таяққа. Және мына жақта м2 дейтін тағы да құм толы қапшық бар. Осы құм толы қапшық қандай биіктікке көтеріледі дейді. Яғни белі бір ол биіктік көтеріледі. Ол h2 болсын. Осы биіктікті табу керек. Бізде айырмашылық қандай? Бұған дейінгі есептерде бізде мына таяқтың массасы жоқ еді, бірақ таяқтың массасы бар екен, m1, және арғаштар L бөлінген 2, L бөлінген 2. Бізге h2 табу керек. Бұндай жағдайда біз не істейміз? Әрине, бұл бірінші m2 дейтін қапшық таяққа тигеннен кейін қандай соқтығысу болады? Серпімсіз соқтығысу. Яғни ол атырып шықпайды жоғары қарай. Ол осы таяқтың үстінде қалады. Ендеше соны жазайық. Ол мына таяққа қандай жылдамдықпен соғылатынын тауып керек. Ол үшін біз қарапайым энергия сақталу заңын жаза аламыз. Ол үшін біз былай істейміз. Басында бізде потенциалдық энергия болды, қандай да бір. Және ол неге алмасты? Ол бізді кинетикалық энергияға алмасты. Массалар қысқарады. Сонда жылдамдықтың квадраты бізде неге тең? 2gh-ға тең екен. Ол осындай жылдамдықпен не істейді? Соғылады. Дәл осы таяққа. Және бұл жерде не орын алады? Бұл жерде айналмалы қозғалыс орын алады. Яғни басында былай болды. Одан кейін қалай болды? Одан кейін былай қандай да бір фи дейтін бұрышқа не істеді? Айналды. Яғни бұл жерде айналмалы қозғалыс бар. Енді былай істейік. Бұндай істерді әдетте не істейміз? Біз момент импульсін сақтау заңын жазамыз. L1 тең L2, яғни дейін және кейінгі моменттер. Басында бізде қандай момент бар? Басында бізде мына м2 көбейтілген, оның жылдамдығы, яғни мына жылдамдық көбейтілген не? Мына тіреу нүктесіне дейінгі арақашықтық. Яғни ол бізде L бөлінген 2. L бөлінген 2. Ол бізде бастапқы момент импульсі. Тең не болады? Бұл бізде жүйеміз белгілі бір неге айналмалы қозғалысқа ұшырайды. Сәйкесінше инерция моменті көбейтілген омега. Болды. Біз мынаның жылдамдығын осы омега арқылы, яғни бұрыштық жылдамдық арқылы табамыз. Мына жерге бірден осылай қосып қою қате болады. Осылай қате болады. Бұлай жазып қойып жүрмеңіздер. Бұл жерде бұл қатты дене болғандықтан бұлай жазыла алмайды. Ендеше кеттік. Мына жерде бізде V бар, барлық шамың бар, тек қана инерция моменті жоқ. Инерция моменті тауып көрейік. Қарайық. Мына ағаштың бізде m1 дейтін массасы бар. Және ол қай жерде айналады екен? Центрде айналады. Сәйкесінше m1 L-дің квадраты бөлінген 12. Бұл тек қана ағаштікі. Қосамыз енді мына м2 денелер бізде не болып табылады? Материалдық нүкте болып табылады. Сәйкесінше оны материалдық нүктенің бізде инерция моменті m r квадрат дейтін формуламен анықталатын еді. Дәл осы формула саламыз. m r-дің квадраты бізде L квадрат бөлінген 4. Бұл m2 бізде. И тағы да бізде не бар? Мына жақта екінші m2-міз бар екен. m2 L квадрат бөлінген 4. Енді осыны есептейтін болсақ, бізде не шығады? Мына жаққа бізде 3-тен береміз, мына жаққа 3-тен береміз. Сонда бізде ортақ бөлім 12. L-дің квадратын біз сыртқа шығарайық. Ішіне не қалды? m1 қосылған 6m2. Бұл бізде не? Бұл бізде толық жүйенің инерция моменті. Енді кеттік. Енді осы жаққа саламыз орындарына. m2 көбейтілген V тұра берсін. V-ны қазір шығарып аламыз. L и мына жақта 2. И мына инерция моментіне жазайық. L квадрат m1 қосу 6m2 бөлінген 12. Мына жақта бізде омега. Осы жақтан омеганы табатын болсақ, не болады? Мына жақтан бізде 6 шығады. Мына жақтан бізде L-дар қысқарады. Мына жақта 1L қалады. Сонда 6m2V бөлінген m1 қосу 6m2 көбейтілген L. Мынау бізде не шықты? Біздің бұрыштық жылдамдық шықты. Енді осы бұрыштық жылдамдық қолдану арқылы біз мына екінші дененің жоғары қарай қандай жылдамдықпен жоғары атып шығатынын табатын боламыз. Оны табу үшін жай ғана бұл айналмалы қозғалыс, сәйкесінше шеңбер бойымен айналыстағы біз V тең омега көбейтілген радиус дейтін формуланы қолданамыз. V2-ні табу үшін. Бізде омега бар, R деген не? R бізде L бөлінген 2.
яғни арақашықтық. Мына тіреу нүктесінен алынған арақашықтық осы. Омега бізде 6 м2 в м1 қосу 6 м2 және мына жақта l бар. L-дер қысқарады. Мына жақта 3 болады. Сонда бізде 3 м2 в м1 қосылған 6 м2. Бізде жылдамдық тапты. Енді дәл осы бізде кинетикалық энергия болып табылады. Екінші не сонда қалай болады? Оның кинетикалық энергиясы болады. Қандай да бір, ол қайда ауысады? Әрине потенциалдық энергияға алмасады. Сонда бізде кетеді, бізді h2 дейік. h2 табатын болса қалай болады? h2 тең. Енді қарайық, v2 квадраты. Біз дәл осыны квадраттайық. Жай ғана квадраттасақ, және 2g-ға бөлсек болады. Бұны квадраттасақ 9 м2-нің квадраты, v-ның квадраты 2g тұра берсін, және m1 қосылған 6 м2-нің квадраты. Мына жақта 9 м2-нің квадраты. Енді v квадраттың орнына біз не жазамыз? Мына жақта бізде 2gh деп әдейі осылай қалдырып кеттік. 2gh. Мына жақта бізде 2g, мына жақта бізде m1 қосу 6 м2 квадрат. Енді 2g мен 2g қысқарады. Сонда бізде қандай формула шықты? 9 м2-нің квадраты бөлінген m1 қосу 6 м2-нің квадраты көбейтілген h. Мынау біздің жауабымыз болып табылады. Бұл есептерде басты не? Басты формуланы дұрыстап қолдану және түсіне білу. Бұл жер энергия сақтау заңы тек қана немен жүреді? Потенциалды энергия мен кинетикалық энергияның алмасуларында жүреді. Мына аралықтарда жүреді. Ал ол жүйе айналуға келгенде, ол кезде ол жүйе не болмайды? Энергия сақтау заңы болмайды екен. Себебі бұл жерде ол мына жүк құлайды ғой. Мына жүк құлағанда оның белгілі бір энергиясы, белгілі бір кинетикалық потенциалдық энергиясы қайда алмасады? Негізінен құлайды, жылдамдық белгілі бір соқтығысқанда бұл энергия дыбысқа кетеді, мына ағаштың деформациясына кетеді, белгілі бір энергия. Ол қандай да бір Q дейтін энергия. Біз бұл Q дейтін энергияны білмегендіктен, біз бұл есепті энергия сақтау заңымен есе алмайды екенбіз, шығара алмайды екенбіз. Сол үшін дәл осы потенциалдық, дәл осы тек қана мына соңғы этаптарда ғана энергия сақтау заңын жазамыз. Одан кейін момент импульсімен шығарады екенбіз есепті, тек қана осы. Және білу керек формула мынау. Дәл шеңбер бойымен қозғалыстағы секілді. Видеоны ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетейік.